жарайт. Саламатсыздар ма? Бүгін біз өлі және тірі табиғатты алатын болсақ, тірі табиғатқа адамдар, жануарлар, өсімдіктер жатады. Яғни олар ауамен тыныс алады, тамақтанады, қоректенеді. Жануарлар да тамақтанады, өсімдіктер де сумен қоректенеді. Яғни бұлардың бәрі тірі табиғатқа жатады. Ал бүгінгі біздің жасайтын зертханалық жұмысымыз өлі табиғатпен байланысты болмақ. Яғни бүгінгі зертханалық жұмысымыз бірінші ауамен, сумен, таспен, құммен жасалады. Бірінші біз ауаны алатын болсақ, ауа бізге көріне ме, балам? Көрінеді, иә? Көріне ма? Көрінбейді. Кәні біз оны сынап көру үшін салақанға ауаны толтырайық, иә? Енді ұстаймыз. Ұстай қойшы кәні. Енді осыны жарамыз. Жарылды, иә? Алатын болсақ, ішінен ауа шығады, иә? Енді біз келесі жұмысымызға көшейік. Келесі бізде суды алаңызға шетке қойып қояйық. Иә? Шетке қойып қоямыз. Суды алайық енді біз. Суды алатын болсақ, біз кәні үрлеп көрейік бірінші. Яғни, ауаның судан жеңіл екенін байқаймыз біз бұл жұмыспен. Бұны шетке қояйық енді, иә? Әкел ауа. Келесі біздің жұмысымыз таспен болмақ. Кәні қолымызға тасты ұстайықшы. Ұстай қой тасты. Тас ауыр ма, жеңіл ма? Жеңіл, ауыр емес па? Ауыр. Кәні бір-біріне соғып көрейікші тасты. Дыбыс шыға ма? Дыбыс шығар, иә? Кәні бұны қойып, енді үстінен су құйып көреміз, иә? Міне, су құйып көрдік. Яғни, тастың үстіндегі су тастан ағып кетеді, иә? Біз бұны байқадық. Енді келесі жұмысымыз біздің құммен болады. Құмды ұстап көрейікші кәні. Құмды ұстап көретін болсақ, құм өте жұмсақ. Ал біз оған суды құйып көретін болсақ. Яғни, су құмға сіңіп кетеді. Яғни, бүгінгі біздің өлі табиғатпен зертханалық жұмысымыз бітті. Қош сау болыңыздар.